кәсіпкер ретінде ақша тапқаның. И уже первое ощущение, нереальное ощущение болды ол жерде. Көп адамда негізі кәсіпкерлікке ең бірінші қатты мотивация беретін бірімен салыстыру. И автомат черный списокқа кетіп қалдым. Кейін менде выход қалмады уже, не істесем болады. Может, бұл менікі емес деген сияқты. Біздің командаға бір бала бізді лақтырып кете жаздады. Бір-ақ рет бағаны түсе ғой, болды, үндеме дедім. Ең алғаш тендерға сіз прям заставили же осыған заявка бер деп. Өзімізді кәдімгі серьезный адам ретінде көрсету үшін. Қанша ол жерде пайда бар еді? Еще масқара ақшасынан ғой. Мелкий причина болған сізге жұмысқа кіру. Мен қазір басқа сфераға с нуля секіріп кетсем де болады. Ал 39 миллиондықта біз 3-ші орын алдық. 3-ші орын алдық, 3-ші орын алдық. Қарап, олардан қате таптық. Түспей машинамен кіреміз деп өзіміз жұлқынғанымыз бар еді ғой. 150 тоннаны сразу сіздерге поставка жасай алмаймын деп айтты. Аз болды. Точно количествосын жоқ, аз болды. Общий қанша суммаға тендер ұттың? Ол үйдегілердің айтқаны ғой. Қоймайды. Қайт басынан бассаң, сен қалай жұмыс істейтін едің? 1,5-2 жылдың көлемінде кетеді деген ойдамын. Бүгін біз команда мүшесі Бағлан мырзаға қонаққа келіп отырмыз. Бағлан мырза 21 жаста қалай бір жылда тендер арқылы квартира алған жайлы өзі айтып беретін болады. Мен кеп болғам, көріндігін беріп болғам, Дана бірінші рет кеп жатыр. Мынау, шай ішесің. Бағлан, бойдақ кезінде квартираға ие болған қалай екен? Жалпы бойдағы өмір, жалғыз квартирада өсірген қалай екен жалпы? Жалғыз өзің тұрған кішкене ішім қысады екен. Яғни 2-3 күн бойы сөйлемей жүресің, үйде жалғыз қалып кетсең. Таныстырып өтсең өзің жалпы қалай, не істедің, қалай ремонт жасадың ба, өзің жасадың ба? Қанша қалдың айтпақшы? 21,5-ға түсті вообще. Ол қанша уақыт болды уже алғанына? Так, 22 жылдың басында. Иә. 22 жылдың басында. Қазір бұл квартиралар қанша тұрады? Без ремонта 26-27. С ремонтом? С ремонтом 35. 33 сондай. Күшті. Яғни бойдақ тендершке 2 бөлмелі квартирада жалпы не жеткілікті или немесе не жетіспейді? Так, былай айтқанда мынау зал бөлме, қонақ күтетін. Әлі обустройство до конца болған жоқ. Диван, телевизор, кондер әлі до конца алынған жоқ, но пока что осы болады. Бұл кітаптардың бар екен, Иә, баяғыда алған кітаптар. Қазір электронды кітапқа көшіп кеттім. Но менде кітап емес пе? Жоқ. Сен өзің бөлек алдың, Иә. Жақсы. Сізге қарап алған едім артыңыздан. Артынан сіз электронды кітап алдыңыз, мен электронды кітап алып, соған қызықтым. Сонымен жүрмін қазір. Келесі, бұл бізде кухня. Кішігірім, так скажем, обустройство бар. Жалпы біраз нәрсе бар екен ғой. Иә. Не кофе машина, не дейді? Блендер. Блендер, тостер бар, микроволновка, мультиварка, тамақ істеуге жересің. Ой, не дейді? Вафельница. Вафельница бар. Так, бұл былай айтқанда святых, спальня комната. Рабочий зона өзіме ең қажеттісі. Үйге келген уақытта немесе выходной күндері осы жерде отырып рабочий зонада жұмыс жасаймын. Ноутбукты бала қойып қоясың. Терезені ашып, зарядка бар, обустройство бар. Өлең қойып қойып өзім жұмыс жасаймын ол жерде. Но не чемодан? Скоро бір қызық жерге кетіп бара жатырмық қой. Ай, бұл Құдай қаласа айтпаймыз. Сол жерге кетіп бара жатырмын, қазір чемодан алмағам. Командамен шетелге кетіп бара жатырмыз, 14 адам болып. Қай мемлекет екен кім тапса, соған біздің атымыздан сол мемлекеттен сыйлық болады. Құдай қаласа. Сол мына чемодан үлкендігін байқасаңыздар, ішіне сувенир толтырып әкелгенге. Именно сіздерге подарок ретінде. Бағлана ма менен ба? Менен де сізден де болсын. Менен кішігірім подарок, әке сізден үлкен подарок. Жақсы, керемет. Былай қарасаң, көп деген даже семейный адамдар бұл армандайтын квартира ғой. Яғни квартираны өзін зорға сатып алады. Потом мебельдерге, обустройствосын өзіне 1-2 жыл тағы ақша жинайды. А сенде уже 21 жаста уже мынаның бәрі бар. Яғни келесінде уже үлкен мақсат қоя беру керек. Жақсы. Енді толығырақ 21 жаста тендер арқылы қалай осындай жетістікке жетті, қалай дамыды, қалай командамен ортада осындай мышленияны көзқарасты өзгертті, біз студияда бөлек талқылайтын болайық. Енді студияда жалғастырайық жаңағы әңгімені. Бұл не үшін? Яғни 18, 20, 21 жастағы, 25 жасқа дейін балалар квартира алады, үлкен ақша табыс таба алады. Ол мүмкін екен, біз көрсетейін деп отырмыз. Яғни Бағлан университетте оқыды, жұмыс істеді, ода миында қалай сондай бір переключение болды, табыс табу керек, көп ақша табу керек, мен квартира алуым керек.
мен деген өзімнің ортам бар, яғни ауылда маған айтатын бағлан, қалай сол ортадан шығып мен өзгеруім керек деген ой қайдан пайда болды деген сияқты бағлан өзі туралы айтпаса. Бұл жақта ешқандай құпия жоқ, шынайы әрқайсысын ашып өтеміз. Бүкіл эмоцияны, состоянияны көрермендерге жеткізуге тырысайық, иә, бағлан? Яғни сұрақ жалпы қай жақта дүниеге келдің, қай жақта өстің, қандай орта болды, сосын жайлап этаппен университетке келдің, сосын бірінші жұмыстарың, бірінші табыстарың деген сияқты әрқайсысына тоқталып өтсең. Хорошо, енді ұзақ болады ол оқиғасы, жарайды. Так, мен дүниеге келген жерім Түркістанский облыста, Мақтаарал деген районда, Ақжол ауылы. Сол жерде дүниеге келгем. Мектепке, садикке сол жерде бардық басында. Мектеп Ақжол деген мектеп болды бізде. Жаңа жол. Сол жерде оқыдық. 11 классқа дейін негізі былай Алматыға келіп жүретінмін. 9 класс бітірген уақытта Алматыға бір келіп кеткем жұмысқа. 10 класс бітірген уақытта бір келіп кеткем. 11 классқа өткен уақытта осы жақта Алматы қаласында жүріп, мен жан-жақты сфералар көрдім да. Саудада істегем мен ол уақытта. 10 класс бітіріп келген уақытта мен саудада барахолкада продавец болып істегем. Ұйғыр әйелде, Мадина деген кісі. Сол кісіде продавец болып істегем, перде сатқан ол кісі, оптовик. Сол жерде біраз опыт жинап, уже Алматы маған сол уақыт қатты ұнаған. Алматы қаласы. Именно не ұнады Алматыдан? Возможность көп бұл жерде. Мүмкіндік? Иә, мүмкіндік өте көп. Өйткені өзім ауылда тұрғам. Ауыл дегенде қазір городок болды ол жер. Ауылда тұрғам, ол жерде особо былай айтқанда мүмкіндіктер жоқ. Тек сол кішігірім шаруашылықпен айналыспасаң, былайша көтерілу деген выход өте аз болған ол жерде. Вот, Алматы қаласы маған сол возможностьпен, мүмкіндікпен өте қатты ұнады. 11 класс бітірген уақытта уже ОБТ тапсырдым. ОБТ-тан 121 балл жинағам. Потом Алматы қаласына оқуға түсем дедім обязательно. Біз ауылда анам екеуміз ғана тұратын тұғымыз. И ауылдағы үйді сатып, Алматыға көшеміз деген ой келді. Мен кеткенсем, мама жалғыз қалмайды ғой ол жақта. И маманы алып келдім осы жаққа. Мама қазір қаланың сыртында тұрады, облыста. Вот, мен өзім қаладамын. ОБТ-ны тапсырдым, 121 балл жинадым. И Алматы қаласындағы мен негізі ойым фармацевтика саласына кету керек болғам. Мен өзім химияны және биологияны қатты жақсы көремін. Сонымен фармацевтикаға Асфендияровқа барып сөйлесіп көргеннен ол жерде 133 балдан жоғары қабылдайды екен. Фармацевтикаға именно. Фармтехнолог ол заводта жұмыс жасау қызық болған жоқ. Сонымен қандай выходтар бар деп Казгуға келіп көрдім. Казгуда биотехнология мамандығы бойынша түсуге мүмкіндік бар екен менде. Проходной балдан кәдімгідей жоғары өсіп тұр екем. Казгуға түстім. И уже общага тұрғаннан кейін общаганың қызықтары болды. Артынан уже мен өзім 17 жаста сол оқуға түстім, сонымен үйден кеткен адаммын. Үйден кеттім, общага тұрып кеттім. Общага уақытында үйдегілердің ақша алмайтын тұғым. Кішкентай кезден бастап үйдегілердің көп ақша алмаймын. Әр жерде жұмыс жасап, өзім жинаған тергеніммен солай өмір сүретін тұғым. Вот. Универге түскен уақытта телефонның жаңа Байсат базарын барып көргем. Байсат базарына барған уақытта ол жерде сол телефон запчастарын сататын кісілер өте көп екен. Телефон, стекло, чехол, там наушники соларды. И Байсаттан барып, именно сол уақытта хит продажа, AirPods-тар шыға бастады, Китайдан келетін. Соларды Бархлугдан барып, Байсаттан барып алып, соны общагадағы студенттерге сатып, OLX-қа салып, Instagram-ға салып, солар продажа жасап, кәдімгі өзім күн көрісіме кәдімгідей жететін. Күн көрістен бөлек кәдімгі қыдыратынмын сол ақшаға. Оборотты үлкейттім. Уже бір закуп жасағанда 30-40 AirPods сатып алатын болдым Бархлугдан. Соларды сатып біраз жүрдім. Артынан уже карантинге түсіп қалдық біз. Карантинге түстік, 20-шы жылғы, сол как раз. Карантинге түсіп қалдық. И менде қалада қалам бар, жұмыс табам деген ой болған. Общагада жатамын. Сөйтіп общагадан бізді қуып жіберді. А квартира ашқанға ақша жоқ. Сонымен амал жоқ, облысқа қайттым, мамашқалардың жанына. Сол жерде 3 айыма жаттым. 3 айдан кейін уже үйдегілермен, білмеймін, қалай айтсам болады, ұзақ уақыт олай тұрмағам ғой енді. Біраз уақыт болған, уже үйренбей қалғам да оған. 3 ай бойы үйде жатып жер болып кеттім былай айтқанда. Тек үйдің жұмыстарын істейсің, көшеге шыға алмайсың. Соны выход іздеп бастадым. Қалай мен вообще доход алып келсем болады? Қалай доход тапсам болады? И Instagram қарап жатқан уақытта маған бар видео түсіп қалды. Доходтың 3 түрін түсіндірген ол жерде. И именно тендер туралы айтты. Тендерді қызықтым соған. Өйткені саудадамын ғой, кішкентай кезімде саудадан келе жатырмын. YouTube-қа кіремін, тендер деп жазам. И видеолар шығады, видеоурақтар. Қарайым, видеолар өте қызық, адамдар историяларын айтып жатыр, қалай поставка жасады, қалай ақшасын алды, қалай сөйлескені туралы. И қызықтырды сол мен кәдімгідей.
В дальнейшем сол сестрам ипсі бар как раз. Сестрам ипсін алдым да госзакупқа тіркедім. Сөйтіп госзакупқа тіркегеннен кейін барып уже бухгалтер бір сестрам бар танысым. Сол кісі маған уже бухгалтер жағынан көмектесті. Яғни СФ деген заттарды. СФ-ны түсіндірді, бірақ акт түсінбей деген порталдағы. Сөйтіп үйде отырып бірінші заявканы жіберіп көрдім. Как раз сол 20-шы жылдың соңына таман ғой деймін, қателеспесем. Август айларында қателеспесем. И сол уақытта ең алғаш заявканы жіберіп көрдім. 54 мың теңгеге, 60 мың теңге заказчик флешка шығарған. Мен 54 мың теңге ұтып аламын. Барахолкадан білем, где-то ол 20 мың, 25 мың теңгеге шығады деп ойладым. Как раз сол 24 мың теңге тұрады екен сол флешка. Сатып алдым, заказчикке апарып берем. И мен уже байқаған ең алғашқы опытым, заказчикке барам, товарды апарып өткізем. Бірақ сертификат жоқ, дым жоқ менде. Сонымен қызық болған, заказчик 3 күн күтті, 4 күн күтті, акт жібер дейді да портал. Мен акт жіберу білмеймін. Сертификат жоқ, басқа жоқ. Сонымен 3-4 күннен кейін заказчик өзі хабарласты, әйел кісі екен. Кел деді, бардым, сөйтіп ең алғашқы тендерім осыны бәрін түсіндіріп айттым. 19 жастамын ол уақытта. 19 ең толған уақытым. Сол заказчиктің өзі мен ол бүгінді алып акт выставить етіп берді заказчик. Акт выставить етті, сонымен өзім мына жақтан қабылдай сал, сертификат бармайды, сертификат жоқ дегенде жарайды деді, бір файл қысыра сал сертификаттың орнына. Сонымен өзі қабылдады, екінші жолдықпен актты. В принципе, соның 3 күннен кейін ба, 4 күннен кейін ақшасын аударып берді. И уже первое ощущение, нереальное ощущение болды ол жерде. Ең бірінші кәсіпкер ретінде ақша тапқаның. Яғни кішкентай суммалармен бастап кетсең ешқандай қорқыныш жоқ. Қорқпай қатысып көру керек екен негізі. Қатысып көріңіз. Содан мен білуімше өзің жан-жақтан үйреніп, қателесіп, кішкентай суммалармен жеке өзің айына 400-500 мың теңге ақша таза пайда тауып жүрдің. Өйткені өзім барахолкадан жақсы білетін тұғым. Барахолка точкам болған сол 11 класс бітіріп келген, точка ашқан барахолкадан штордан. Сол барахолканы жақсы білем, базарлардың бәрін аралайтын, ерінбей. Госзакуптан не шығады, мен барахолка точкаға барып отырып аламын да, сол жерде уже ноутбук параллельно жұмыс жасаймын. Госзакупта тендер шығады, прям барам, барахолканы аралап шығамын, сол товарды іздеп тауып шығамын. Менде сұрақта сол уже үлкен табыс табуым керек деген ой қайдан пайда болды? Қайдан пайда болғанда? Біреумен салыстырдым ба, болмаса біреу мысалы сен ақша таба алмайсың деді ма? Мысалы көп адамда негізі кәсіпкерлікке ең бірінші қатты мотивация беретін біреумен салыстыру. Мен анадан күшті болуым керек. Немесе екінші момент біреуді мысалы мазақтайды, сен қолынан түк келмейді. Мысалы мен өзім солай, менде солай болды. Мысалшы. Яғни бұл отбасы бұнда ақша табу мүмкін емес деген сияқты. Адам просто ақша тапқым келді, бүйтіп таба қалам деген сөз емес қой. Яғни бір мотивация берді, кәдімгі қатты тиетіндей сияқты ма? Деген сияқты. Менде мотивация өзі былай айтқанда, мен әкесіз өскенмін өзім, әкем болмаған. Кішкене кезімнен бастап әкесіз өскем. И анам екеуміз ғана тұрғанбыз да. Менде прям миыма заложенный болған, типа мен асыраушымын. Асыраушымын, отбасын асырау керекпін. И тек сол оймен ғана. Өзіңе ғана сеніп өстің. Өзге сеніп, Яғни маған басқа ешкім көмектесе алмайды. Мен ақша таппасам үйге ешкім асырайтын адам болмайды деген оймен. Өйткені анамды біз Алматыға алып келіп алдық қой, үйде ол кісі. Сонымен енді маған жұмыс істеу керек, доход табу керек, үйге алып келу керек. Былай айтқанда, анам бақыт үшін, өзім болашағым үшін жұмыс жасағам ол жерде. Керемет. Ол бірінші этап. Бірінші бұл тендермен танысың. Ойындау керек, негізі кез келген адам бірінші, екінші, үшінші қадам жасаса, тендерден 400-500 мың теңге кішкентай сумманы табу ол оңай. Ол миф емес жалпы. То есть миф, ол миф. Яғни қазір бәрі біледі, тендерден тез көтеріліп кетуге болады. Уже келесі этап, уже менімен, Бақытжан Кемалханұлымен және біздің компаниямен танысы болды. Ол уже келесі этап, ол қалай болды? Ол былай ғой, ютубтан қарап үйренгеннен кейін по-любому опыт жоқ болды менде. Опыт жоқ. Кілең запросыңыз приложение жүре берем. Енді тендер ұтып аласың, жаңа обеспечение дегендер бар ғой. Соларды білмеймін. Bir кез договор қол қоймасаң автомат черный списокқа кететінін білмеймін. Бірінші ошибкам договорға қол қоймадым, и автомат черный списокқа кетіп қалдым. Бірінші солай кетті. Айтып едім ғой, маған дейін біздің командаға келгенге дейін қанша компания черный списокқа кіргізген? 3 ИП кетті ғой. 3 ИП черный списокқа кетті. Сол жерде опыт жинағам. И уже 3-ші ИП черный списокқа кеткеннен кейін менде выход қалмады, уже не істесем болады. Может бұл менікі емес деген сияқты. Бірақ білем ол жерде доход бар екенін кәдімгідей.
енді мысалы госзакупқа кіремін да, тек запросное приложение таңдай беремін да, там открытый конкурс деген тұр, аукцион деген тұр, тендер деген тұр. Тендер закупалардың түрі өте көп. И сонымен оны қаяқтан үйренсе болады. Ол уақытта особо үйрететіндер көп болған жоқ. Сонымен Headhunter деген сайт бар ғой, жұмыс істейтін, сол жерге кіремін да. Бізде ол кезде мен өзім Тараздан Алматыға көшкем, командаға адамдарды жинағам, қай жақтан адам аламын. Сөйтіп Headhunterға объявление бергенбіз біз. Сөйтіп адамдарды кезек жұмысқа алып бастадық. Сол сізге жұмысқа кіру өз историясы бір қызық болған, оның ең бір мелкий причина болған сізге жұмысқа кіру. Қандай причина? Өйткені үйме жақын болды офис. Үйме жақын болды, сол сіз уақытта көрмеген мәлі. Сізді көрмеген офисқа келем, адам қатты көп емес, кішігірім компания болғанбыз ол уақытта. Сонымен үйге жақын болды, сондықтан кіре салдым. Варианттар негізі көп болған, бірақ қаланың шет жағында. Райымбектен төмен, там сондай көше алыс болды да, мен жұмысқа баруыңыз 1,5-2 сағат уақыт алатын тұғын. Сонымен үйдің жанында сіздердің офисіңіз, давайте көрейін осы жерде, опычнап көрейін деп. Келдім, потом сізбен таныстым. Сіз артыңыздан қалмай біраз жүріп, обедке бірге шығып, сонымен обедке шыққан уақытта қоратпаймыз ғой енді. Бізде баяғыдан кеткен бір ортақ әңгіме болмағандықтан жұмыс туралы әңгіме айтамыз екеуміз тек қана. Мынандай история болған деп жұмыстың историясын айтасыз. Мен сондықтан осылай істесе болады екен ғой, ол қызық деп. Сөйтіп ең алғаш тендерға сіз прям заставили же осыған заявка бер деп. Неге? Казгудың бумагасы 38 миллионға шыққан, соны біз 34 миллионға ұтып алдық қой аукционда. Давай сен осыған. Бәке бұда маржа жоқ қой, жоқ кір осыған. Давай сен өзің қорқынышын жой. Үлкен суммаға дейін қорқынышта мен де ол уақытта. Өйткені чисто барахолкада жұмыс жасап, там күніне 20-30 мың теңге тауып, примерно сол жетеді. Осы мен патологым шығар деп ойлап жүрген кезім ғой. Енді тендердан да там айына максимум 600 мың тапқан кезім болды да. Ол енді одан үлкен суммаға секіру деген қайдам деп жүре бергенмін ғой. И прям заставили же меня осыған кір деп. Сол тендерге A3 форматтағы. Отып алғарына көмектесіңіз, там Алматыдан поставщиктерге барып қайтайық, жүріп барып қайтайық деп соларға барып, орға алдыртып, ең алғаш поставканы 4-5 күріш жалдап алғам, солармен бірге жүріп өзім тасып, A3 форматтағы бумага ғой, ана жерде 60 тонна. 2 күн тасыдық қой соны. Александр кетпей ол ең алғаш. Бұл жерде қараңыздар, A4 бумага емес. Бұл A3 бумага. A3 бумага. Яғни көп адамдар шатастырады, қазір бәрі A4 бумага кіре бастайды, пайда бар екен. Бұл A3 типографияға, кітаптар шығаруға, ол жақта конкуренция аз болды. И аукцион болды. Егер де тура ценовкаға қатысқан кезде, өйта уже бағаны түсіріп алып кететін еді. Ол. Қанша ол жерде пайда бар еді? Так, қанша пайда бар екен ұмыттымшы мен. Мен білуімше бір 5-6 миллион теңге. 5-6 миллион болды, 5-6. Ең бірінші содан бонусын алдың ғой. Ең бірінші бонусын алдым. Заказчикке звондап қайта ақша түсіресіздер ме, не қыласыздар, болыңыздар слышь деп. Яғни үлкен суммаға бірінші қадамдар сол кезде басталды мен командамда. Одан кейін қандай суммаларға тендер өттің? Кезек айтып. Так, одан кейін сол бумага поставка жасағаннан кейін барып, как раз Сарыағашқа ұтып алғам, қателеспесем. Біз крупный суммалар есімде қалды, кішкентай суммалар особо есімде жоқ. Сарыағашқа тендер ұтып алғам, ең крупный суммам ұтып алған сол уақыттағы, ең қиын тендерім сол болған. Өйткені біраз 4 апта ма сондай уақыт жүрдім ғой, командировкада Шымкентте. Не ғой? Мен тендердің әрқайсысын білемін ғой. Бұл жерде открыт конкурс одним лотом деген бар. Көп адам білмейді. Одним лотом не екен. Ол жақта білімше 99 лот па сондай шығар. Обычно ойылда 99 лотқа дейін ойнатады. Соның бәрін санап шықтық. Екі компаниямен кірдік. Үшінші компания тағы кірді. Ол жерде мен айттым ғой. Дұрыс қой, мынаған кір деп. Открыт конкурс. Маған жібердіңіз ғой, мынаны қарап көрші деп. Сонымен бір апта бойы жүрдім, мынаны бәрін есептеп, лот өте көп, тауардың бәрін поставщиктерге звондап, бағасын алып, давайнан қаншадан болады, қаяқтан әкеп бересің. Жылдың аяғына дейін жаптың ғой. Жоқ, келесі жылға өтіп кетті ғой, доп соглашение жасап, сумманы үлкейттік та келесі жылға ауыстырып жібердік қой еще біз. Қанша пайда болды ол жақтан? Ол жер нормально түсті. 8 миллион ма, 9 миллионнан ма пайда түсті ол жерде. Крупный бонус алғам сол жерде. Крупный бонус алғам сол кезде мен. Неше? Ол жақта құрылыс материалдар бар, тағы ұтып алған Шымкенттерден бар, Ең сол строительный материал полностью. Ең жылдан болған шығар сол. Шымкенттегі ма? Ол строительный материал ұзақ болды. Одан кейін анау хостовар ұтып алғам Шымкенттегі, өте жылдан болған. 2 күнде поставка жасады. 2 күнде поставка жасады. Шымкентке бардым. Сізге хабарласып өткен едім ғой, бәкем мына бір апта жинайды екен объем деп. Поставщикпен барып сөйлестім, мен давай тауып берсей десем.
жарайды басқа поставщиктерден ол қарызға алып әйтеуір 2 күнде жинап берді, заказчикке барып өткізіп 7 күнде ме 8 күнде ақшасын түсіріп алдық қой. Тендероттың поставка жасадың, ақша түскен үшін бір 10 күн ішінде болды. Примерно, ең жылдам. Пайда қанша? Так, біз басында 4,5 миллион кетеді деп расход есептедік, біз 7 миллион ұтып алған едік. Сөйтіп 2-де 9-ға ма, 3-де 2-ге ма, сонда 2-де 3-де 1 миллион сондай кетті примерно расход. Командировка барып келгенім, соның бәрін қосқанда 1-ге 1 пайда. 1-ге 1 пайдасы сол уақытта. Шамамен 3 миллиондай пайда, иә? Жоқ. 3,5 миллион, иә. 7 миллион ұтып алған, 3,5 миллион пайда. Иә. Яғни ең жылдам, ең пайдалы, ең оңай тендер. Иә. Яғни тендер әлемінде бәрі бола береді. Болады, иә. Иә. Одан кейінгі ұтқан үлкен суммадан үлкен сумма емес, количествосы көп болғаны, өскемен тазалыққа түс бастап көрсетеміз. Болды. Ол жерде тоже мені ең алғаш рет командировкаға суммасы қанша болды? Көбіміз бір 15 миллионға болды ғой дейме. Сол ма бізде басқа студент балл ұтып алған? Так. Жоқ, ол емес. Ол Көкшетау жылуға 1150 тонна тұз тасыдым ғой мен. Сол басқа бір сіздерді ұтып алды оны. Не ғой? Біздің командаға бір бала бізді лақтып кете жаздады. Сол тұзды ұтып алдық потом. Бізде командада бір бала, то есть нақты атын айтпаймыз, тендер ұтып алды, бағаны берді, коммерческий приложение бар. Сөйтіп Қызылордадан тұзды немен трактормен жинаймыз дейді. Жинаймыз да ақшасы пайдасы жақсы болды. Бірақ мен уже үйреніп қалғанмын ғой, уже рискті санап үйреніп қалғанмын ғой. Мен айттым, ақшаны қолға бермеймін мен дедім. Сол бізге сататын коммерческий приложение берсін дедім. Ол берді, сөйтсе жаңа баланың өзін ту ашып болған, содан беріп отыр ғой. Сөйтіп мен істедім, өзімдегі логист бар, Ардақ деген бала. Айттым, сол Ардаққа қолын ақша берем, бірге барасыңдар да бірге төлейсің деді. Келесі күні сол бала жұмысқа шықпай телефон алмайды, ол все телефон өшіріп тастаған. Пропал болды. Иә, 20 миллион теңгеге минусқа кете жаздадық. Иә, 20 миллион теңге қолына ұстата жаздадым ғой. Содан кейін сен өзің кірістің де, иә, Көкшетау жылуға біз поставщик тауып өзін поставка жасап бастадық. Иә, заказчикпен келісіп дегенде қалай біз бару керек емес қылып шештік та ол жерде. Сөйтіп товар өзі барады вагонмен, олар түсіріп алатын болды, өздері жуып тазалап обратно вагон салып жібереді. Иә, бармайсың. Иә. Иә, бірақ Көкшетау жылудан ақша төлеу қиын болды. Қиын. Бірақ төледі, бәрін жапты аман есен. Содан кейін уже тұз таныс болған, ниша таныс болғандығынан кейін өскемен тазалыққа қатысымсыз. Уже пайда жақсы. Аукцион болды уже. Аукцион. Байқап жатсам бәрін бізде открытый конкурс, аукционда именно пайдалы тендерлер, иә, мен ЖСП-дан бір рет тендер ұтқанмын ғой шаға келіп бері өзі. Казатомпром поставка жасаған кафель бар ғой. Ол жерде дым істеген жоқ мен бар ғой. Просто суммасы қанша? Так, 4,5 миллион. 4,5 миллион. Иә. Бұл жерде еще фишка. Бізде компания, біз бір жылда 2 компанияны черный списокқа тығамыз, мойындаймыз. Бізде шамамен 12 компания бар. Біреу черный списоктен шығады, біреу черный списокқа кіреді. Иә. Сөйтіп бір компания черный списокқа кеткеннен кейін тендерлердің бәріне пытарлар бере бастадық. Иә. Соның ішіне Казатомпромға кафель ұтып алған. Кафель ұтып алдық. Оны анау Сарыағашқа поставка жасап жатқан уақытта строительный материалын жақсы поставщиктер тауып алдым ғой. И кафель поставщик тауып алдым да, керамогранитный. Соған звондаймын, қандай баға бересің? Ұтып алғаннан кейін да уже осындай баға беремін. Давай, короче. Мысалы машина жіберемін, Ардаққа айттым, фура жіберді, олар артып берді, фото, видео, отчет жасады. Фура Казатомпромға барады, сол жақта бір кісімен танысып алғанмын. Телефонмен ғой, заказчик қой енді. Ситуацияны түсіндіріп айттым, бізде доход особо жоқ. Давайте рабочийларға теңгесін лақтырамын, түсіріп алсын өздері. Все хорошо. Барды, өздері түсіріп алды, накладной қол қойып, мен фотоға түсіріп жібере салды. Ақшасын бірақ олар енді сәл ұзақтау төледі. Бір айдан сәл асты. Общий қаншаға ұтып алып едік? 4,5 миллионға ұтып алдық, оны қателеспесем. 1,5 миллиондай ақша түсті жерден. Жақсы. Одан кейін уже Көкшетау жылудан ұтып алдың, иә? Соған тұз поставка жасағаннан кейін уже заказчиктің номері бар. Көкшетау жылуы шар шығарған екен, аукционға тоже 150. Бұл жақта да мен саған есімде айтқаным, баға түсу бойынша мен не дедім, бағаны бір рет түссе, аукцион как раз осы 2022 жылы аукцион система өзгерген еді. Ескі аукцион системасы басқаша, өзінің жақта лайфхактар бар. Бізден команда болғандықтан кез келген заң өзгерсе, біз өзіміздің фишкамызды ойлап табамыз. Иә? Қазір аукцион өзгерді. Сол кезде мен айттым, не? Бір рет бағаны түссе ғой, болды, үндеме дедім. Иә? Бір рет бағаны түсірдік қой, бір рет түсірдік, и бізден кейінгі баға түсірген адам что-то үндемей қалды. Екі-ақ участок болып қалған жерде. Ол түспей қойды. Ол кісі мен негізі номерін тауып алғам через заказчик бар ғой.
через заказчик номерін тауып алғанмын. Ол кісімен сөйлесіп отырмын WhatsApp-пен. Болды, мақұл, сіздер ота беріңіздер. Иә, ол да еще есімде. Ол айтты, аукционнан еще бізден ақша ұстады. Нормально сұрады. Ақша ұстады. Яғни бағаны мен түсірмеймін, сол үшін ақша бер деді. Еще масқара ақша ұстады ғой. Иә, 24 миллион сұрады ғой. 24 миллион ұстады. Біздер қойшы дедік. Бағаны бір ақ рет түсіре сал, болды дедік. Сөйтіп бағаны түсе қалдық, ол қорқып бағаны түскен жоқ. Түсіп кеткен жоқ. Сөйтіп біз ұтып алдық. Ешқандай 24 миллион берген жоқпыз, иә. Жақсы. Сөйтіп енді мойындау керек, Көкшетау жылу бұл. Көкшетау жылу Қазақстан заказчик бойынша почти номер 1 ақша төлемейді. Біз 159 миллион ұтып алдық. НДС-пен 159 миллион ұтып алдық. Пайда жақсы, 40%-дан жоғары. Әдемі пайда ол жер болды. Пайда жақсы. Қанша пайда? 40%-дан жоғары. Себестоимость 97 миллион болды. 97 миллион болды себестоимость. Потом ұтып алған еще бағаны арзандадық. Еще бұл жерде не болды ғой? Біз таныс поставщик тауып алып, бізге қарызға берді ғой. Иә. 40%-ын төледік. Иә, 40% төлейміз, олар апарып өткізеді заказчикке. Потом бір айдан кейін остатығын төлейміз оған. Иә, бір айдан кейін қалған ақшасы төлейді. То есть ол жақ жақсы шабылды. Сөйтіп не істедік? Бұл жерде сөйлесу өнер. Мен білемін, заказчик біріншіден 110 миллион теңге басында ақша керек болды. Иә. Бізде 110 миллион сол моментке ақша жоқ. Иә. Мен заказчикке бағлан етіп алдым, заказчикке бардық. Өзінше Астанадан машинаны аренда қалдық. 200-ка алып бардық қой сол уақытта. 200-ка, иә. Land Cruiser 200 алып алдық. Не үшін? Яғни өзімізді кәдімгі серьезный адам ретінде көрсету үшін. Дальше неден КПП-дан ше түспей машинамен кіреміз деп өзіміз жұлқынғанымыз бар еді ғой. Ол кіргізбей адам кейдір. Ол кіргізбейді. Бірақ телефонмен самғаны айтты ғой. Олар машинамен келді, машинамен кірем деп жатыр деп айтты. Сөйтіп бардық, заказчикке кірдік. Сөйтіп заказчикке кірген кезде генеральный директор, финансовый директор, зам директор, начальник ПТО, главный инженер бәрі жиналып отыр. Звондап айтып қойдық оларға біз. Біз звондап қойдық. Яғни менде уже бизнесте 7 жыл тәжірибе болғандықтан мен адамды сезем ғой. Бірінші кірдім, кіргеннен кейін секретарша қарадым, секретаршының столында қағазы үйіліп тұр. Яғни, любой жұмысшы келіп носи салшы. Ол не деген сөз? Секретаршаны сыйламайды. А секретаршаны сыйламаса, значит, генеральный директорды сыйламайды. Түк ой келді маған. Бұл жерде генеральный директор авторитет емес, значит, сөзді нақты қойып айтатын басқа адам бар екен, сездім. Генеральный директор кірдім, айтқаным сол, сұрады бізде не үшін келді? Бәрін телефонмен шешсе болады ғой деп айттым. Яғни біз ИП Бақытжан серьезный компания екенін сіздерге көз жеткізу үшін, келіп амандасып кету үшін келдік дедім. Және екінші момент, сіздер сөздің ашығы ақша төлемейтінін мен білемін. Яғни қазір мен 110 миллион деп айтқан жоқпын, бірақ осын сатып алуға 100 миллионнан жоғары ақша шығарамын. Сіздердің артыңыздан 2-3 ай бойы жүгіріп жүремін. Ол маған ауыр болады. Сол себептен сіздермен сөйлесу үшін келдім. Және де 150 тонна ма? 150 тонна. 150 тонна, 150 тоннаны сразу сіздерге поставка жасай алмаймын деп айттым. Ол жақта заказчик заявка бергенде 15 күн ішінде әкеліп берді ғой. Қалай келістік? Басында сіздерге 40 тонна әкеліп беремін. 40 тоннаның ақшасын төлегеннен кейін қалған 50 тонна әкеліп беремін. Оның ақшасын төлегеннен қалған 40 тонна, 60 тонна солай болды. 40-60-50. 40-60-50 тонна. Сөйтіп айттым. Заказчик жоқ, максимум екі поставка істей аласың деді. Қарасам, манекта финанс директор бүйтіп қағазды сызып отыр. Жұмыс істегісі келмеймін, құлаққа асып болып жатқан жоқ, түсіндім. Сәл генеральный директор несерьезный. Сол жақ қарасам, главный инженер серьезно тыңдап отыр. Яғни главный инженермен сөйлесу керек екенін түсіндім. Сөйтіп генеральный директор не деді? Главный инженермен начальник ПТО-мен сөйлесін деді, сонымен шешіңдер деді. Бардық. Ол кісімен уже басқаша сөйлестім, бір андай по душам деген сияқты болады ғой. Сөйлескеннен кейін ол не істеді? Кім еді? Орыс бар еді ғой? Александр Александрович, соны шақырып алды. Ол да болады ғой андай бір ескі кісі, болды былай деп әңгімелесетін бар ғой, мысалы.
ол тұрды да, принципе болады, 3 айға 4 айға бөлуге болады. Ол сразу айтты. Содан ұстап алдық қой. Содан сөзден ұстап алдық, 3 айға бөлетін болдық. Сөйтіп 40 тонна поставка жасадық. Сол кезде главный инженер қолын ұстап алдық. Айттық, 40 тонна алып келемін, ақша төлейсің дедім. Сосын тұрды да, сөздің ашығы жігіттер, 40 тонна алып келсең деді, 100% төлемеймін, 40 тоннаның жартысын төлеймін. Жартысын келесі 60 тонна алып келесің ғой. 40 тоннаның жартысын, 60 тоннаның жартысын екеуін қосып төлеймін. Сөйтіп, Аллахтың қалауымен 159 миллионды жаптық. Мен білемін, кейбір адамдар әлі көкшетау жылудан ақша ала алмай жүр. Яғни бұл да үлкен бір не болды, оқиға болды. И осы жақындағы отқан аттракцион, карусель. Ол история айтайын. Ол жақта жұмыс аралас. Мен өзім үйде отырмын, тендер қарап отырмын. И карусель аттракцион көріп қалдым, 112 миллион теңге. Соның техспецификациясын бірінші өз ағама Русланға аударып жібердім, лақтырып жібердім, көрші осында жұмыс бар екен дедім. Сөйтіп Бағланға лақтырып жібердім. Бағлан сразу Қытайға жіберді да, карусельдің бағасын санап берді. Мен ағам жұмыс бойынша қанша расходтар кететінін бәрін санап берді. Сөйттік те, біз сол тендерді 2020 жылы карантинде сол заказчикте жұмыс отқан едік. Пластиковый терезе және кровлясын тоже 105 миллион теңге ұтып алған едік. Пайда 60% маржа болған. Сөйтіп заказчик танимыз. Заказчикке барып қайттық, қатысамыз деп. Сөйтіп заказчикке барған кезде олар тағы тендер ойнап жатыр, соған да қатыссаңдар деп. Сол 112 миллионнан бөлек 39 миллиондық тағы бір тендер болды. Сөйтіп 112 миллионға қатыстық, бүкіл бәрін санап шықтық, пайда жақсы. 64 миллион теңге беріп қатысатын болдық. Изначально негіз беретін баға где-то 49 миллион болған. Что-то адам аз қатысып жатыр, до последнего күтейік дедік. Уже минута 1,5 минут қалған уақытта қарасақ, адам саны бір аз болды. Точно количество есімде жоқ, аз болды. Давай көтерейік бағаны. И 64 миллион 300 қып соны көтеріп бердік заявка. Ұтып алдық қой соны карусельді, аттракционды. Бірінші орын алдық. Бірінші орын алдық. Ал 39 миллиондықта біз үшінші орын алдық. Үшінші орын алдық. Біз ұтылып қалдық. Сөйтіп, біз уже үйреніп қалғанбыз. Открыт конкурс, обжалование деген бар. Бірінші және екінші орынды қарап, олардан қате таптық. Қате тауып, кәдімгі грамотно письмо жазып, соны обжаловать еттік. Обжаловать еткен бірінші екінші орынды отклонить етті да, сөйтіп бірінші орын бізге берді. Бірінші орын бізге берді. Сөйтіп, екі аттракционды общий 108-109 миллион теңгемен біз ұтып алдық. Және аман есен жаптық, бірақ аттракцион бойынша бөлек бір, скорее всего, ютубқа бір влог ретінде түсіреміз. Яғни детально бәріне пайда болсын деп. Оны жаптық, таза пайда 45 миллион 250 мың теңге. Детально білесің ба? 45 миллион 250 мың теңге таза пайда. Ойлаңыздаршы. 109 миллион екеуін қосқан 109 миллион теңгелік тендерден 45 миллион 220 мың теңге таза пайда. Яғни бүгінге дейін мысалы 2 жылдың ішінде общий қанша суммаға тендер ұттың? Точно цифр білмеймін, но где-то мен соңғы рет сабақ өткен уақытта студенттерге есептеп айтқан едім, бір 570 миллион сонда шықты. Яғни өзің 2 жылдың ішінде, яғни әрине менің демеуіммен, менің сілтеуіммен, менің көрсетуіммен 570 миллион теңге тендер ұттың. Минимальный 20% маржа бар. Минимальный. Примерно, Былай орташа 30-40% маржа. Яғни 21 жастағы бала, қазір өзің квартира сатып алдың, квартира қаншаға? 21 миллион қалдым деді. 21 миллион 500 мың теңге. Яғни қаржылық сауаттылық бойынша мен тағы өзім ақылымды айтып жатырмын. Жалпы жас кезінде квартираның қатты қажет жоқ. Оны сатып, ары қарай 2 квартира ал, оны жөндеп, тағы оны көбейт, мысалшы, мүмкіндік көп жалпы. Үлкейтуге болады, көбейтуге болады. Яғни 1-2 жылдың ішінде 21 миллионнан 100 миллион жасауға болады. Принципе, мысалы, бағланмен бір планның бірі қандай? Forbes 30-ға дейін кіру. Forbes 30-да 30. Forbes 30-да 30, 30 жасқа дейін Forbes-ның несіне рейтинге кіру мақсат бар, Яғни шектеу тек қана біздің миымызда. Шектеу біздің миымызда. Сіздерге бұл не үшін? Жас балалар квартира алады, оны көз жеткізіп жатырмыз. Яғни тендердегі бүкіл историяны айттық.
және де жақында осы карусель бойынша ақшаны құдай қаласа аласың, оны не істейсің? Пока план особо жоқ. Үйлену, машина алу. Машина алуға, иә, походу солай. Машина аласың ба? Иә. Машина алғанда өзі барлық суммасына емес. Зачем он? Лучше первоначалкасына құям. Қалған бір план бар, сол планға айналдырып жіберу оны. Аха, жақсы. Енді обязательно сенде квартира болу керек. Мысалы, мамаңның өзінің үйі бар ғой? Иә. Сенде квартира алдың. Және сенде обязательно машина болу керек деген ой қайдан пайда болды? Негізі, шынымды айтсам, маған квартира керек болған жоқ. Ол үйдегілердің айтқаны ғой. Қоймайды. Маған ақша түсті, соны қайда жіберемін деген ой пайда болған уақытта уже олармен ақылдасам да менде. Анамен ақылдассам не істесем болады? Қай жаққа салайын? Ол давай стабильность керек. Сен болашағыңды ойла. Кімнің ақшаны салып, мына жер күйіп кетсе не қыласың? Давай лучше квартираға салып қой, зато не болса да егер квартираң бар деген әңгіме. Солай миыма құйды. И басқа нәрсеге жіберем деп пландарымды айтқан уақытта, жоқ балан, давай мен айтқан бір істеші, осыны істеші, хотя бы дальше түскен ақшаны өзің жібересің бір жаққа деді. И хотя бы мақұл, осы анам айтқан сен, осы бірінші прибыльді сол жаққа жіберді. Менде мына осы түсетін ақшаны уже машина ол чисто для себя керек қазір передвижениеға, қалада көп жүргенде. Егер анаң айтпаған кезде сенде ақшаң бар, мысалы 10-15 миллион теңге, сенің ойыңша оны қайда жұмсауға болады, немесе қандай бизнеске, кәсіпке салып оны үлкейтуге болады? Осыған решение мен негізі іздеген біраз. И маған бір сізден естідім ба, бір кісіден естідім, маған бір кітапты совет берген, «Самый богатый человек в Вавилоне» деген. Вот сол жерде маған ең ұнаған бір моменті, егерде сен негізі ақша жұмыс жасау керек дейді. Мысалы, квартираға ақша салып қойдым, ол жұмыс жасап отқан жоқ. Ол құр бекер застой болып тұр қазір. Вот, ал негізі ақша жұмыс жасау керек. Сол оққан уақытта ол кісіде не деп айтылған? Білетін адамға бер, или же өзің қай жерін таптың, сол жерге обратно сал. Білетін адам дегенде, мысалы, ол кісі қалай жасаған, алтын изделие жасайтын адамдарға ақшасын берген, олар уже уақыт өте былай айтқан дивиденд беріп отқан, оған арттыр беріп отқан, оборотқа салып. Екіншісі, өзің қай жерін таптың, сол ақшаны сол жаққа салдың желательно. Вот, менде ой болды, либо тендерға қайтадан салу ол ақшаны, либо білетін жерге салу. Ал уже үйдегілер айтқаннан кейін амал жоқ, квартираға кіріп кетті. Ал мына ақшаны уже сол екеуін біреу. Қазір либо білетін адамды тауып тұрмын, сол адамға салып жасауға. Просто менде бұл ақша тұр, маған бұл ақша қазір особо қажет емес. Либо айналдыру керек, ал мен білетін жеріме салайын десем, мен жеке өзім істемеймін ғой. Мен сіздің компанияңызда жұмыс жасаймын, ал маған особо ақша керек емес. Яғни инвестиция сіз беріп отырсыз, ол ақша құр бекер мен счетымда жатса, ол маған уже боль. Ақша айналмай жатыр. Құр бекер ақша застой болып тұр. Депозит салып қой, ол несерьезно былай айтқан. Депозит ол мелкий сумма жылына беретіндігі. Вот. Білетін жеріме салайын десе, мен өзім жұмыс жасамайын по-любому, сізде жұмыс жасағаннан кейін. Вот. Сол үшін қазір білетін адам таптым, сол адамға апарып салып, уже айналдырам деген ой болып тұр менде. Вот. Ал полный сумманы ол кісіге емес, бір кішігірім бір 20% суммасын машинаның первоначалкасына құйып, ай-май, соның первоначалкасын құйғаннан кейін уже ай-май төлеп отыру, тоже былай айтқанда стабильностьке бір жолғы. Ал ана ақша өзі айналдырып жүре береді. Ойым сол болып тұр қазірше. Алдағы 5 жылға мақсатың қандай? Алдағы 5 жылға мақсат мен выход іздеп отырмын. Қай жақта, мысалы, өзім негізі 5 жылға емес, осы 30 жасыма дейінгі планым сол ғой Forbes-қа кіру. Forbes 30 under 30 дейді, 30 жасқа дейінгі Forbes. Вот, соған кіру үшін оған не только там ақша табу, ақшам көп болса оған кіре қоймайсың. Оған бір нововведение ашу керексің. Бір сфераның, былай айтқанда, спец болу керек. Соған менде қазір ой келіп жүр, қай жақтан іздесем болады. Менде қазір четкий ясный план жоқ. Менде цель бар Forbes-қа кіру, но четкий ясный план әлі болып тұрған жоқ. Ақша табуға план бар, қалай ақша табуға болады, оны білем. Ал енді қалай кіру Forbes-қа, вот сол вопрос менде. Производство жағын зерттеп көріп отырмын қазіргі уақытта. Қай жақтан, қандай мамандық, қай жақта производство ашып, былай айтқанда Forbes-қа кіруге болады. Мысалы мен бір тренингке барған уақытта, тренинг дегенде Жексен Васильевич, өзіңіз апарған Жексен Васильевичтің апардыңыз, сол жақта мысалы бір жігітпен таныстым, одан кейін экстрим для эгоға бардым, тоже самый Жексен Васильевичтікі. Сол жерде тоже сол жігіт жүр екен, и оның производствосы бар. Ол жасқа толмаған, но уже Forbes-та да ол.
Қаншаға толмаған? 30-ға толмаған әлі, бірақ ол Forbes-та уже. Жақсы. Сол жігіт былай айтқанда білмеген едім негізі Forbes-та екендігін мен. Инстаграм кіріп қарасам, Forbes 30 деп қойғанда, оппа дедім де, жазам Forbes кіргенсің бе, қалай кірдің? Осы өзі производство болса кіре аласың ба десем, егер де сен нововведение аша алсаң, не только там производство ашу, цех ашу, сен цехты там дамыта білу керексің дейді да. Инвестиция тартудың бір түрі бар дейді, схемалар бар, өзің личный бренд дамыту керексің, что Forbes-қа кіру үшін. Вот соны көріп, қазір қызығушылық именно производство жағынан жылжу. Параллельно солар жүргізіп көру деген ойда. Пока что осы. Жақсы, керемет. Бағлан қара. Егер қазір сенде квартираңды тартып алса, немесе қайтып квартира жоқ болса, табыс жоқ, табыс көзі жоқ. Қайтадан сол общежитиеге барып тұра қалдың. Қалтаңда ақша жоқ. Қаяқтан табатынын білмейсің. Мамаң саған ақша бермейді. Мамаң өзі ақшаға мұқтаж. Қайтып қай салаға бастап ақша тауып бастайтын едім. Және ол расписать етіп берсең, егер де қайтып артқа оралсаңшы, қазір істеп келдің ғой, осыған дейін сенің ойыңша қандай қателікке жіберген едің? Енді осын білесің, қандай қателік жібермеу керек екенін, қайтып басынан бастасаң, сен қалай жұмыс істейтін едің? Біріншіден құдай ұстасын одан. Екіншіден негізі опять же тендерге ораламын ғой. Өйткені реально бұл жерде старт оңай. Негізі мынандай бір оқиға бар да, оқиға дегенде бір кісі естігем, Инстаграмнан ғой, опять же. Инстаграмда қазір сондай информация өте көп қой. Егер де мысалы дәл осындай сұрақ қояды бір адамға, сен егер де барлық затын алып қойса, не істейтін едің? Ну, алып қойса алып қойсын, бірақ ол мен миымды алып қоймайды ғой. Реально бағана өзіңіз айтқандай менде опыт бар, білім бар. И білем қай жерде қандай ошибка жібердім, и білем сол ошибканы қалай жасамау керектігін. Яғни болашаққа қайтадан мен қадам с нуля бастайтын болса, менде уже примерно понимание бар да, қай жақтан бастау керек, чтобы жеңіл желпі жүріп былай тендер ұттың, орындадың, ақшасы тез түсудің. Қалай ақша тез түсіру керектігін білем қазір. Қалай заказчикпен сөйлесу керек, қалай товар табу керек, қалай қатысу керек, олар системаларын білем. Яғни баяғы кездегідей запросное приложениеда ұзақ уақыт жүріп қалмайтын ем уже. Запросное приложение кірем, мелкий маржа, но быстрый оборотпен мен где-то 1-2 ай жұмыс жасаймын да, ақша жинап алатын едім. Дальше уже крупный суммаға жайлап уже открытый конкурсқа, аукционға, басқа қалаларға қатысып, солай-солайнан уже қайттан көтерілуге уже возможность бар деген ойым. Вот, в принципе, осылай қайттан уже осы темпке оралу үшін бір жарым 2 жылдың көлемінде кетеді деген ойдамын. Дәл осы темпке оралу үшін. Жақсы. Енді өзің жастағы балаларға, жастарға қандай кеңес бересің? Жалпы жеке өзіңнің дәрежеңе жету үшін қандай кеңес беретін едің? Так, прямо айтатын болсақ, жұмысты қара жұмыс істеудің қажет емес. Яғни көп адамның ошибкасы былай күнделікті доход түсіп отыр ғой. Мысалы офисный работниктарда там 100 мың теңге, 20 мың теңге зарплата. Не аламын офисқа жұмыс жасап дейді. Сен хотя істеп көрші сол офиста, опыт жинап көрші. Қара жұмыспен сен ұзақ уақытқа жете алмайсың. Егер де Құдай сақтасын денсаулығыңа бір теңге болып қалса, сен болды қалдың уже. Ал офиста сен опыт жинайсың, үйренесің, кішкентай зарплата да, но зато сен көтеріле аласың ол жерде. Болашағы бар. Вот, солай совет беретін едім. Мысалы, мен өзіме қалай айтамын? Мысалы, жан-жақты сфераларды ақтарып көрдім мен. Ол не үшін ақтарып көрдім? Мен мына сферада жүріп, болмайса или болып жатқан күннің өзіне басқа сфераға секіріп кеттім. Не үшін? Өйткені маған опыт керек. Кішкентай зарплатаға өмір сүре аламын мен. Қалай? Өйткені менде қазір әйелім жоқ, бала-шағам жоқ, мен қолыма қарап отқан ешкім жоқ. Вот, мен біреуді асырауым данный момент қажет емес та. Үйдегілерге жағдайын жасап бергенмін уже. Оларға да былай айтқанда штор бизнеста жүріп, былай схемаларын қойып, уже бизнес жасап жатыр ол кісілер өздері. Оларға мен қазір қажет емеспін да. Мен қазір басқа сфераға с нуля секіріп кетсем де болады. Қайттан сол 20 мың теңге, 100 мың теңге зарплатаға оралып, зато бірақ сол сферада көтерілуге. Сондай өзімде возможность бар данный момент. Вот үйленуге де негізі қорқып отқаным жағынан осы. Сіз айтасыз ғой, үйленсең осындай саған көмек болады, мотивация болады деп, ал мен қорқып отырмын. Егер үйленетін болсам, мен бір жерде қатып қалам ба деп. Уже қорқынышта, мен өзім жүре берем. Ал егер әйелім қиналып қалатын болса, или бала-шағам болса, бала-шағам қиналып қалатын болса, мен осыдан қорқамын да. Мен өзім жүре берем, ничего. 100 мың теңге болса, әйтеуір жеп ішкенге тамағың жетсе болды.
доширакпен өмір сүруге болады, бірақ зато бір сфераға кіріп сол жерден опытчина болып көтерілуге возможность бар да. Ал егер уже үйленетін бала шағың болатын болса, сен сол бір сфераға кірдің ба, сен соған тісіңмен де тырнағыңмен де қазық сияқты қағып қаласың. Айырылып қалмау керек маған осыдан деп. Айырылып қалмау керек, осыдан айырылып қалсам біттім мен деп. И уже любой условияға көне бересің, не айтса да, бастығы не айтса да, басқа не айтса да көнесің соған, амал жоқ, өйткені саған зарплата беріп отыр ол адам. Вот. Ал қазығың жоқ болған уақытта сен мына жақтан секіресің, мына жақтан опытчинайсың, мынаны көресің. Вот. Пока осы сол беретін совет, жан-жақты көріңіздер, зерттеңіздер, офистің сфераға, қазіргі уақытта интернетпен ақшаның барлығы тауып алған, қара жұмыспен ұзаққа бара алмайсыздар. Вот сол совет. Жақсы, керемет. Өздеріңіз, яғни Бағланның историясын естідіңіз, қалай көтерілгенін, квартира алғанын, қазір жақсы табыс тауып жатқанын. Яғни осындай бізде оқиғалар өте көп болады. Алда Құдай қаласа үлкен бизнес иелерімен таныстырамын, яғни соған тендер арқылы жеткенін таныстырамын. Сонда рубрика көп болсын десеңіз, яғни бізді қолдап өтіңіздер, комментарий жазып, лайк басып, репост жасап, басқамен бөлсіңіздер. Ал біз сіздерден кері байланыс алып, одан бетер бізде мотивация болады осындай видеолар көп түсіруге. Ендеше сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.